Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы робот қозғалысы. Бүгінгі сабақта үйренетініміз ауызша нысанда көрсетілген алгоритм бойынша робот қозғалысын ұйымдастыру. Алгоритм ұғымы бізге өте таныс. Күнделікті өмірде алгоритмді кездестіріп те, орындап та жүрміз. Мектепке баруың, тамақтануың, үй тапсырмасын орындауың, осындай іс-әрекеттерді алгоритм болып табылады. Алгоритм қадамы іс-әрекеттерді орындауға арналған бұйрықтар. Дұрыс құрылған алгоритм нәтижелі болады. Алгоритм құрастырғанда қадамдардың ретін ауыстыруға болмайды. Алгоритмнің реті өзгертілсе, бұл басқа нәтижеге әкелуі мүмкін. Ауызша нысанда көрсетілген алгоритм бойынша робот қозғалысын ұйымдастыру. Қазіргі таңда робот құрастырғыштардың түрі көп. Мысалы, Lego Mindstorms Education, EVO3, SpeakStart, SpeakPrem, StartBot, Engino тағы басқалар. Егер алгоритмді дұрыс құрсақ, кез келген роботпен жұмыс жасай аламыз. Мына суретте жетекші платформа ретінде құрылған EVO3 білім беру роботы. Алгоритм қадамдарын құрып, робот қозғалысын ұйымдастырып көрейік. Оқушы мен робот 10 секундта жаяу жүргінші жолағынан өтуі керек. Ендеше, оларға көмектесейік. Сен оқушыны жолдан өткізу үшін қандай қадамдар ұсынар едің? Оқушыға арналған алгоритм қадамы мынадай. Бірінші қадам. Жаяу жүргінші белгісі бар жерге жақындау. Екінші қадам. Жолдың оң және сол жақ шетіне қарау. Үшінші қадам. Машинелердің тоқтағанына көз жеткізу. Төртінші қадам. Жолдан абайлап өту. Енді роботқа жаяу жүргінші жолағынан өтетін программа құрайық. Бірінші қадам. Lego Mindstorms Education EVO3 программасында жаңа жоба ашу. Екінші қадам. Старт блогына әрекеттер блогынан рульдік басқару блогын жалғау. Үшінші қадам. Секунд саны бойынша қосуды 10 деп ауыстыру. Төртінші қадам. Программаны роботқа жүктеу. Біле жүрейік. Фольклорға жататын жұмбақ жаңылтпаш, мақал-мәтел, айтыс, ертегі, аңыз әңгімелердің де алгоритмге қатысы бар. Мәселен, ертегі желісі алгоритмнен құралады, ал жұмбақ жасырудың өз алгоритмі болады екен. Бірінші қадам. Тыңдаушыға жұмбақты жасыру. Екінші қадам. Тыңдаушыдан жауап күту. Үшінші қадам. Жауап болмаса, дұрыс жауабын айту. Енді балалар дәптерімізді ашып, тапсырмалар орындайық. Ізден орында. Бұл не? Атауын жаз. Ойланып орында. Анықтамасын жаз. Алгоритм дегеніміз, алгоритм қадамы дегеніміз. Сөзді тап. Жазылған әріптерді 1, 2, 3, 1, 2, 3 деп қайталап сана. Үшінші әріптің астын сыз. Асты сызылған әріптерді төменге жазып шық. Қандай сөздер шықты? Дауыстап оқы. Анықта. Күнделікті өмірде кездесетін қандай алгоритмдерді білесің? Сызбаға қарап, мысал келтір.
Келесі тапсырма компьютермен жұмыс. Роботтың 10 секундта жаяу жүргінші жолағынан өту жобасын жаса. Lego Mindstorm Education Evo 3 программасында жаңа жоба аш. Старт, рульдік басқару, блогын пайдаланып программа құр. Орында үй тапсырмасын орындау алгоритмін құр. Осымен балалар, сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.